Ауыл халық демократиялық патриоттық партиясының сайлауалды бағдарламасы ауыл мен қала арасындағы білім беру сапасындағы айырмашылықтарды айтарлықтай қысқартуды көздейді. Елімізде бастауыш және орта сыныптардан кейін білімін жетілдіремін деген оқушыларға арнайы мамандандырылған немесе белгілі бір пәндерді тереңдете оқытатын мектептер жүйесі қалыптасқан. Қазіргі таңда жаратылыстану математикалық бағытта тереңдете оқытатын 90 лицейдің 8%, қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша оқытатын 120 гимназияның 14% ғана ауылдық елді мекендерде орналасқан. Яғни ауыл оқушыларының тереңдете білім беретін ұйымдарда оқу мүмкіндігі шектеулі. Бұған қоса дарынды балаларға арналған республикалық, облыстық деңгейдегі мамандандырылған және дербес статусқа ие Назарбаев зияткерлік мектептері бар. Аталмыш мектептер негізінен 5 және 7 сыныптарда дарынды оқушыларды емтихан тапсыру арқылы қабылдайды. Бұл мектептерге түсу үшін оқушының мектеп бағдарламасынан тыс материалды меңгеруі, тіпті кейбіріне түсу үшін белгілі деңгейде ағылшын тілін білуі шарт. Ал ауыл баласында ондай мүмкіндіктер жоқ. Статистикалық ақпаратқа сүйенсек, мамандандырылған мектептерге түскен ауыл мектептер оқушыларының үлесі соңғы 3 жылдың көрсеткіштері бойынша 8-ден 25%-дің аралығында болса, Назарбаев зияткерлік мектебіне түскен оқушылардың үлесі 8-9%-дан аспайды. 2022-2023 жыл оқу жылында ауыл мектептеріндегі 1,5 миллион оқушының тек 2900-ы ғана мамандандырылған мектептерге қабылданған. Бұл ауыл мектептері оқушыларының жалпы санының 0,2%-ын ғана құрайды. Ауыл мектептеріндегі білім сапасын арттыру үшін бірнеше жобалар жасалып, бағдарламалар қабылданды. Сапалы кадр тапшылығы мен мектептің материалдық базасының әлсіздігінен бұл мәселе әлі күнге дейін шешілмей келеді. Осы орайда дипломмен ауылға бағдарламасының талаптарын қайта қарау қажет деп ойлаймыз. Ауылға білімді, креативті маман бармайынша білім сапасы көтерілмейді. 2020 жылғы пандемия кезінде ауыл мектептеріне интернет желісі жеткізілді. Министрліктің ұлттық білім беру директор қор ақпараттық жүйесіне сәйкес Қазақстан Республикасы бойынша 5274 ауылдық мектептің 5236-сына интернет желісі қосылған. Ал халықаралық телекоммуникация одағының ұсыныстарына сәйкес келетін мектеп саны 2013. Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің ақпаратына сәйкес 817 ғана ауылдық мектепте интернет жылдамдығын арттыруға техникалық мүмкіндік бар. Бүгінде оқушыларға қосымша мүмкіндіктер ұсынатын онлайн платформалар пайда болды. Жекеменшік оқу орталықтары жылдам икемделіп, қосымша ақылы курстар ұсынды. Біздің зерттеуіміз бойынша кейбір жекеменшік оқу орталықтарының платформалары бір сәтте 30 мың оқушыға дейін онлайн режимде сабақ өткізетін техникалық және әдістемелік мүмкіндіктері бар. Ендеше оқу нарығының өзі туғызған осы мүмкіндікті ауылдың білім беру саласын дамыту үшін кеңінен пайдалану қажет. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, мемлекеттік тапсырыс шеңберінде білімленд, дарын онлайн және тағы басқа платформалар арқылы 5236 ауылдық мектеп қосымша оқыту қызметтерін қолданады. Алайда аталмыш мектептердің мемлекеттік тапсырыс арқылы көрсетіп жатқан қызметтері толыққанды онлайн үлгіде емес. Бұл платформаларда негізінен таспаға жазылған видео сабақтар орналасқан, ал оқушыға нақты уақыт режимінде онлайн үлгідегі тақырыпты, өзекті, мазмұнды, үнемі жаңартылып отыратын қосымша сабақ қажет. Баяндалғандарды ескере келе ауыл мектептеріндегі білім беру сапасын арттырып, ауыл мен қала мектеп оқушыларының білім алу мүмкіндіктерін теңестіру мақсатында мынандай ұсыныстар жеткіземіз. Бірінші, ауыл мектептерінің білім сапасын көтеріп, ондағы дарынды балалардың мамандандырылған оқу ұйымдарында білім алуына мүмкіндік туғызу үшін оларға тегін немесе бюджет тарапынан субсидияландырылған қосымша онлайн курстар ұйымдастыру қажет. Ауыл мектептер түлектерінің Назарбаев университеті немесе болашақ халықаралық бағдарламасы аясында шетелдік жоғарғы оқу орындарына қабылдауға дайындау үшін жеке пәндер бойынша тегін онлайн және офлайн курстар ашу керек. Осы курстардың жақсы нәтиже беру үшін аталмыш қызмет түрін еркін нарықтағы бәсекелестік ортаға беріп, мемлекет және жекеменшік әріптестік жүйесі аясында жүзеге асырған дұрыс. Дипломмен ауылға жастар тәжірибесі, жастардың кадрлық резерв бағдарламаларын толыққанды жұмыс істемеуінің салдарынан ауылдарда білікті тәжірибелі мамандар жоқтың қасы. Қазіргі уақытта кезек күттірмейтін осы бағдарламаларды қайта жаңғыртып, мемлекет тарапынан жаңа жобалар жасап, бөлінетін қаржының көлемін ұлғайтуды ойластыру қажет.